Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жаңа тақырыпты өтпестен бұрын үй тапсырмасы бойынша бірнеше сұрақтарға жауап берейік. Мағжан Жұмабаев кім? Қашан, қай жерде дүниеге келген? Мағжанның қандай өлеңдерін білесіздер? Мағжанның поэмаларын атаңыз. Мағжан Жұмабаев лирик, сыршыл, эпик ақын. Солтүстік Қазақстан облысының қазіргі Булаев ауданында 1893 жылы дүниеге келді. Өлеңдері: жазғы таң, өнер білім қайтсе табылар, қазағым, Түркістан, от, пайғамбар, күншығыс, мен кім, сағындым, сүйемін, толқын, шолпы, тағы да бірнеше көптеген өлеңдер жазған ақын. Поэмалары: Батыр баян, Қорқыт, Қойлыбайдың қобызы, Жүсіпхан, өтірік ертегі, тағы да басқа көптеген поэмалар бар. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян поэмасы туралы айтатын боламыз. Ең алдымен тарихқа үңіліп кететін болсақ, 18 ғасыр қазақ халқының қиын-қыстау заманы болды. Жоңғар қалмақтары елді қатты күйзеліске ұшыратты. Осы кезде халықтың басын қосып, қасына батырларды жинаған ер Абылай болды. Абылай ханның жинаған батырлары Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай, Сары Баян мен Сағымбай болды. Қазақ жұртының тәуелсіздік жолындағы күреске бүкіл өмірін арнаған ер жүрек осы батырлардың бірі Батыр Баян Қособолатұлы. Ол 1710-1757 жылдар аралығында туды. Яғни сонда бүгінгі тақырыбымыз Абылай ханның қол астына жинаған батырларының бірі туралы, сол батырдың ерлігі және де сол батыр туралы айтылған оқиғаға куә боласыздар. Батыр баян. Батыр баян қазақ халқымен жауласқан қалың қалмақтан сұлу қалмақ аруын тұтқындап, өзімен елге әкеледі. Аруының сұлулығына тең келер ешбір сұлулық болмайды. Батырдың сұлулық отына түсіп қалмауы, сабырлығы, оның бойындағы ерекше қайсарлық, батырлығы болды. Сонымен балалар, яғни Батыр баян қалмақтың қызын тұтқынға елге алып келеді. Қыз сұлулығын Мағжан былай көрсетеді: сол сұлу екен атқан таңдай, бір соған бар сұлулық жиылғандай, торғын ет, шапақтай бет, тісі меруерт, сөздері су сырылдап құйылғандай. Батырдың ноян атты бауырына сыр бермеген қалмақ қызының көз тастауы жүрегіне ұшқын туғызады. Сол ұшқын айналып еріксіз сұлуға көз тартады. Яғни батырдың ноян атты інісі қалмақ қызына сұлулығына көз тастайды. Қыз бен ноян арасында шиеленіскен махаббат өршиді. Тығылып сайда кездесіп жүреді. Мені сүйген баянға екеуміз қосылсақ ауыр тимей ме? Ата-анамның батасын алу керекпін. Сонда тыныш бас қосайық, дейді сұлу. Қыз айтқанына сенген ноян екеуі келісіп, яғни елден қашады. Болған іс тез арада баянға жетеді. Бұны естіген баян сенбей қатты ашуланады. Ақылдан айырылған батыр көзіне қан үймелейді. Ашуланып артынан қуғынға түседі. Ызаға толы көкірегі намыс жеген баян қыз бен жігітке жетіп, артындағы садағын қолына алып, ызадан өз інісін танымай қалады. Ызаның ашудың буына уланған баян інісінің жан көке аға деген сөзді естімей, қыз бен жігітті аттан құлатады, өлтіреді. Есін жиып, ер баян екі жасқа қарап қайғырады, жылайды.
өзің жорыққа шыққанда қу қалмақтың қызын әкелгеніне, өзінің қызыл қандылығына қатты өкінеді. Баян енді өмірден үміт үзіп, ажал аузында өзі ұмтылады. Көкіректегі кернеген ыза Баянды мың қолды қалмаққа алып келеді. Бір қазаққа 100 қалмақ болып соғысатын шайқаста Баян қаза болады. Көз жұмар алдында Баянның алдына туған інісі Ноян мен қалмақтың сұлу қызы елестейді. Көз алдына анық болып елестеген Баянның айтқаны: іс өтті, ажал жетті, енді не бар? Қоштасып айтсалық соңғы сөзді. Келіңдер, қарақтарым, кешіріңдер, деп батыр мәңгілікке көз жұмады. Енді балалар осы поэманың мағынасын қысқаша түсіне отырып, енді Баян бейнесін көз алдымызға елестетіп, Баянның кім екені туралы айтайық. Сонымен Баян кім? Баян Алашқа аян, Қандыбалақ батыр, жолбарыс, қолбасшы, көкжал, ер, тағы да басқа көптеген теңеулер келтіруге болады. Енді поэманың мағынасына қарай бірнеше сұрақтарға жауап береміз. Тапсырманы екі топқа бөліп тастадым. Балалар, сол бөлінген топтарыңыз бойынша бірінші топ мына сұраққа жауап береді. Поэманың тарихылығын дәлелдей отырып, 18 ғасырдағы қазақ халқының саяси әлеуметтік жағдайын баянда. Абылай ханның тарихтағы рөлі туралы айта отырып мінездеме беріңіз. Екінші топ. Поэмада туған елге, туған жерге деген махаббат, азаматтық намыс мәселелері қалай көтерілген? Поэмадағы Баян бейнесі қалай ашылған? Енді толғаныс бөлімінде батыр Баянның інісін өлтіруі дұрыс па, бұрыс па? Осы сұраққа жауап бересіңдер. Келесі инсерт картасын толтырамыз. Нені білеміз, нені білдік, нені білгіміз келді? Үй тапсырмасы. Поэмадағы ең бақытшы жан тақырыбына ой толғау, қысқаша ой толғау жазасыз. Сабақ дайындаған жоғары инженерлік технологиялық колледждің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы Азғалиева Аманқұтбайына зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.